Встали на середину. Господин майор, батальон на утренний развод построен. Жеке құрам, осындай қиын жағдайда жылдам қимылдайтын арнайы жасағы қызметкерлері, елбасы және халқымыз үлкен сенім атқарып отыр бізге. Елімізде болып жатқан, дүние жүзінде болып жатқан індетке қарсы күресу барлығымыздың алдымызға қойылған міндет. Соны аянбастан, шаршамастан, шыдамдылық көрсетіп, қызмет атқаруларыңызды талап етемін. Шымкент шаһарында коронавирус індетінің дендеп таралып кетпес үшін тәртіп сақшылары ақ халаттылардан кем емес жұмыла жұмыс істеуде. Күндіз түні жылдам қимылдайтын арнайы жасақтың жеке құрамы қалаға қарасты 18 қақпа, қала ішіндегі 20 блок бекет пен 88 оқшауланған нысан, сондай-ақ өзге де әлеуметтік мекемелерді тыңғылықты қадағалауда. Полиция капитаны Жора Абдулаев та төтенше жағдай жарияланғаннан бері күшейтілген режимдегі кезекшілікке білек сыбана кіріскен. Елімізде 16 наурыздан бастап төтенше жағдай жарияланды. Осыған байланысты Шымкент қаласының полиция департаментінің бастығы, полиция полковнигі Ералы Жұмаханбетовтың бұйрығына сәйкес департамент қызметкерлері барлығы күшейтілген режимге өткізілді. Халық бірінші күндері түсінген жоқ, карантин ережелерін сақтаған жоқ. Соған қарамастан біздің қызметкерлер күнделікті жұмыс атқарып, осы карантин ережелерін дұрыс жолға қойды деп сенім білдірем. Төтенше жағдай кезіндегі ережелер мен талаптарды халықпен бірге орындайтын болсақ, біз әрине бұл індетті жеңеміз. Мен оған сенімдімін. Арнайы жасақтың жеке құрамы банктік бөлімшелерге келушілердің де қатаң карантиндік режимін сақтауын жіті қадағалап тұрды. Өйткені табыстан айырылған азаматтардың басым бөлігі әлеуметтік төлемді алу үшін екінші деңгейлі қаржы құрылымдарына ағылғаны белгілі. Жұрттың жаппай бір-бірімен байланыс орнатпау үшін дәл осы арнайы жасақтың тәртіп сақшылары 1,5 метр арақашықтықты сақтауын реттеп тұрды. Қаламыздың тұрғындарына мемлекет тарапынан 42.500 теңге көмек ақшам бөлінген болатын. 16 наурыздан бастап банк бөлімшелеріне өте көп клиенттер, тұрғындар жиналды. Бұл жағдай елімізде бірінші рет болып тұрғандықтан басында халық жөнді түсінбеді. Қашықтықты сақтауды, қауіпсіздікті сақтауды, елімізде болып отқан тарап жатқан вирустың алдын алу, тарап кетпеу жолдарынан қашықтықты сақтауды жұмыстарын жүргізу барысында полиция қызметкерлерінің өте көп көмек тиді. Полиция капитаны Жора Бақыспайұлы төтенше жағдай жарияланған кезден бастап балаларын ата-әжесінің үйіне апарған. Тілге тиек етерлігі тәртіп сақшысының 8 баласы бар. 4 ұл, 4 қыз тәрбиелеп отырған отбасының отанасы да жедел жәрдем қызметінде жұмыс істейтіндіктен балалардың сабақ үлгерімін қадағалауды екеуі де бірдей қолға алған. Әкелері қызметтен қолы босағанда мектепке баратын 5 баланың оқу үлгеріміне алаңдайтындықтан бейне байланыс арқылы хабар алып отыратындығын алға тартты. Бастысы, елдегі жағдайдың ушықпауы үшін қашықтықтан хал сұрасып отыруға шыдайтындығын, қызметте адал болуға дайын екендігін өзінің табанды мінезімен ағаңғартты. Өйткені полиция үшін халықтың сенімінен асқан мәртебе жоқ.